Құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Каналымыз сіздер үшін қызмет ететін болады. Каналымызды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Енді біз бүгінгі сабақта атмосфера температурасын қарастыратын боламыз. Жалпы ауаның негізгі қасиеті бұл жылынуы, алдымен жер беті қызады, содан кейін жылу ауаға ақырындап таралып, ауаның жер бетіне таяу қабаты көбірек жылынады да, биіктеген сайын ауа температурасы төмендей береді. Мінекей мына суретте көріп отырғандарыңыздай. Тропосфера қабатында әрбір 100 метр биіктікке көтерілгенде температура 0,6 градусқа төмендейді, ал 1 километр биіктікте 6 градусқа төмендейді. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, әрбір 1000 метр сайын температура төмендеп отыр. Сондықтан мына таудың етегінде күн жылы болады да, таудың жоғары жағында температура минус болады. Осыдан таудың басындағы мұздықтар мәңгілік мұз жамылғысы басып жатады. Ауа температурасы термометр құралымен өлшенеді. Термометр құралының бейнесі осы. Қазіргі таңда байланыс қашықтықтан температураны өлшейтін осындай құралдарды шығуда. Өлшем бірліктері Цельсий, Кельвин, Фаренгейт. Біз Цельсий бірлігін қолданамыз, Фаренгейт өлшем бірлігін батыс елде қолданады. Келесі, ауа температурасы бір күн ішінде 4 рет өлшенеді, яғни түнде, таңертең, түсте, кеште, яғни мынандай арнайы станцияларда температураны өлшеп отырады. Келесі, температураның тәуліктік амплитудасы дегеніміз бір күн ішіндегі ең жоғары және ең төменгі температураны айырмасын айтамыз. Мына суретте көрсетілгенде ең жоғары температура бізде +18, ең төмен температура -10. Айырмасы бізде 28 градусты көрсетеді. Келесі, енді бірнеше мысалдар көрсетілетін болады осы температураның ауытқуы, температураның өзгеруін қалай есептелетіндігі туралы. Бір тәулік ішінде температура +5, -3, +6, +4. Яғни осында тәуліктің орташа температурасын сұрап тұр. Тәуліктің орташа температурасын шығару үшін 4 көрсеткішті қосып 4-ке бөлеміз. Бірақ бізде минус таңбасы ол алынып отырады. Сондықтан 12 шығады. 12-ні 4-ке бөлген кезде 3 шығады. Орташа температурасы 3 градус. Кейде тағы қосымша мынандай сұрақтарда келеді. Амплитудасы қанша деген. Яғни біз бұл жерде +6 мен -3-тің айырмасы 9 градусты құрайды. Амплитудасы 9 градус. Келесі, ауаның орташа температурасы 3 көрсеткішке бөлінеді. Яғни тәуліктік орташа температура, айлық орташа температура және жылдық орташа температура. Енді осыны толық түсіну үшін қазір бірнеше мысал ретінде шығаратын боламыз. Бірінші мысал, қыркүйек айының 17-сі күні ауаның температурасын бақылау нәтижелері келесідей. Түнгі 1-де +10, таңғы 7-де -1, түскі 1-де +18, 19:00-де +13 градусты көрсетеді. Орташа тәуліктік температураны табыңыз дейді. Бұл жерде 4 көрсеткішті қосамыз, шыққан санды 4-ке бөлеміз, сонда бізде 10 градус. Тәуліктік орташа температурасы 10 градус. Тәуліктік амплитуданы табыңыз десе, ең жоғары көрсеткішпен, максималды көрсеткішпен, минималды көрсеткішті аламыз. Яғни бізде +18 бен -1 айырмашылығы 19 градус болып тұр. Кейде осы екеуін сұрайтындай есептер кездесіп жатады. Келесі, қазан айындағы тәуліктік орташа температуралар жиынтығы 186 градус, қазандағы күн саны 31 болса, айлық орташа температураны табыңыз дейді. Яғни 186-ны күндер санына бөлеміз, 31 күн біздің мысалда, сонда 6 шығады, жауабы 6 градус. Егер желтоқсан айына байланысты есептер келетін болса, күн саны жазылмайды. Біз автомат түрде 31 күн екенін білеміз желтоқсан айында, сондықтан 31-ге бөлеміз. Келесі, ауаның орташа жылдық температурасы қанша болады? Мынандай кесте берілген жағдайда біз бұл жерде минус таңбаларын жеке қосамыз, плюс таңбаларын жеке қосамыз, яғни шыққан сандарды бір-бірінен аламыз. Яғни 82 - 70 тең 12, 12-ні 12 айға бөлеміз.
1 шығады, яғни жылдық орташа температурасы 1 градусты құрайды. Келесі, енді бірнеше мысал есептерді қарастыратын боламыз. Осы температураның ауытқуын жақсы меңгеру үшін бірінші есеп былай: таудың шыңындағы ауа температура -21, таудың етегіндегі ауа температурасы +15. таудың биіктігін анықтаңыздар дейді. Яғни таудың етегі берілген, таудың шыңындағы температура берілген. Енді оны шығару үшін екі санды қосамыз, яғни амплитудасын анықтап аламыз. Амплитуда бізде 36 градус. 36 градусты бөлеміз 0,6-ға, 60 шығады. Ол шыққан санды 100-ге көбейтеміз, 6000 шығады. Сонда таудың биіктігі 6 километр, яғни 6000 метрді құрайды. Келесі есеп бізде таудың шыңындағы ауа температурасы -19, таудың биіктігі 4000 метр, таудың етегіндегі ауа температурасы қанша? Яғни бұл жерде таудың шыңында бізде -19 беріліп тұр, таудың биіктігі беріліп тұр, таудың етегін сұрап тұр. Яғни оны шығару жолы мынандай: 4000 метрді бөлеміз, көбейтеміз 0,6-ға, 2400 шығады. 2400-ді бөлеміз 100-ге, 24 шығады. Бұл бірақ нақты жауап емес. Яғни бізде -19-дан айырмашылық бар бұл жерде. 24-тен 19-ды аламыз, 5 шығады. Яғни етегіндегі температура +5. Етегіндегі температура таудың шыңындағы температурадан жоғары болады. Соны ескеруіміз қажет. Келесі есеп: теңіз деңгейіндегі температура +26 градус болса, 3000 метр биіктіктегі температура көрсеткіші қанша болады дейді. Яғни мына суретке назар аударайық. 3000 метр биіктікте, яғни таудың теңіз деңгейіндегі, яғни етегіндегі температура +26 болса, таудың шыңындағы температураны сұрап тұр. Яғни оны қалай шығарамыз? Ол үшін 3000 метр, 3000-ді көбейтеміз 0,6-ға, 1800 шығады. 1800-ді бөлеміз 100-ге, сонда 18 шығады. Яғни бізде есепте беріліп тұр +26, 26-дан 18-ді алатын болсақ 8 шығады. Сонда таудың 3000 метр биіктіктегі температурасы +8 градусты құрайды. Енді тағы мынандай да логикалық есептер кездесіп жатады. Егер ұшақтың сыртында -36 градус болса, жерде +30 градус болса, мына жерде мән беру керек. Ұшақтың сыртында -26, ал жерде 36, ал жерде +30 болса, ұшақ қандай биіктікте ұшып бара жатыр деген сұрақ. Яғни оның шығарылуы былай: екі температураның ауытқу амплитудасын есептеп аламыз. Яғни 36-ға 30-ды қоссақ 66, 66-ны 6-ға бөлеміз 100, 110-ді көбейтеміз 100-ге, 11000 метр, яғни 11 километр биіктікте ұшып бара жатыр деген сөз. Яғни енді сіздерге мен үй тапсырмасы ретінде бірнеше есептер бергім келеді. Мына видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз осыны шығарып көрсеңіздер болады. Бірінші есеп: аспанда ұшып бара жатқан ұшақтың биіктігінде ауа температурасы -27 градус, ал жердегі ауа температурасы 15 градусты құрайды. Ұшақтың ұшып бара жатқан биіктігін анықта дейді бірінші есепте. Екінші есеп: тау етегіндегі ауа температурасы +23, таудың етегінде, таудың шыңында биіктігі, таудың жалпы биіктігі 5 километр, тау шыңында ауа температурасын анықтап жаз дейді. Яғни бағана біз осы мысал ретінде есеп шығарған болатынбыз. Соны қарап, қайталап көрсеңіздер болады. Келесі, үшінші есеп: тау шыңында ауа температура -18, таудың биіктігі 4 километр, сонда таудың етегіндегі температура қанша болады деп тұр. Яғни осы есептерді өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Жалпы назарларыңызға рахмет. Каналымызды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Рахмет. Келесі кездескенше.